Көлік ойнатамыз деп курс сатқан блогерлер қылмыстық жауапқа тартылуы мүмкін. Астанада танымал блогер Ерболат Жанабыловтың жұбайы Эльмира Төлегеноваға қатысты сот отырысы басталды. Сот залында блогер курсқа қанша адам қатысты деген сұраққа тұшымды жауап бере алмады. Жеңімпаздар санына қатысты да нақты дерек жоқ. Сот отырысында ойын бизнесін реттеу комитетінің өкілі бұл істі қылмыстық сипаттағы деп тануды ұсынды. Оның мәліметінше блогер Эльмира Төлегенованың әрекетінде алаяқтық немесе заңсыз кәсіпкерлік қызмет белгілері бар. Осыған байланысты мемлекеттік орган қозғалған әкімшілік істі тоқтатып, материалдарды сотқа дейінгі тергеу органдарына жолдауды ұсынды. Их изначально, то есть... Бастапқыда екеуінде Ерболат Жанабылов пен Эльмира Төлегенованы да комитетке шақырып материал жинамақ болды. Бірақ Ерболатқа қатысты іс бірінші жіберілген. Бұл жерде мемлекеттік орган өз жұмысын тиянақты көрсету керек. Кінәсі болса, нақты айғақтармен дәлелдеуі тиіс.